Сәлем достар, бүгін біз бауырсақ жасауды үйренетін боламыз. Ең алдымен 2 қасық қантқа жылы суды араластырамыз. Содан кейін 1 қасық дрожжбен барлығын араластырып, шамалы уақытқа қойып қоямыз. Енді қамырымызды илейтін боламыз. Ол үшін бізге ұн, сонымен қатар тұз, 1 қасықтай тұз қосамыз. Ас қасық. Сонымен қатар 100 грамм маргаринді болса ертіп алып қосамыз, е. Содан кейін бізде жаңа дайын болған апарамызды, яғни бұл жерде бізде 2 қасық қантпен және де 1 қасық дрожж бар. Осыны құйып жібереміз. Содан кейін сүт, яғни қолдың сүті болса мүлдем керемет болады. Яғни 200 граммдай сүтті қосатын боламыз.